Бүгін біздің тақырыбымыз ықтималдық теориясының негіздері, оқу мақсаты ықтималдық статистикалық анықтамасын білу. Біз тек қана танысамыз сол тақырыппен, ықтималдық теориясының негіздерімен. Енді соның алдында осындай эксперимент жасайық. Туған күн парадоксы. Туған күн парадоксы сондай-ақ туған күн мәселесі деп аталады. Кездейсоқ 23 адам жиналғанда, 2 адамның бір туған күн өткізу ықтималдығы 50% құрайды. Бұл шын бе? Соны қазір тексеріп аламыз. Ол шын бірінші теориясын есінен түсірейік. Бірінші n бөлінген n-ді табамыз. N деген ол бізде жалпы сан, ал m деген ол бізге бөлінген сан мүшесі. Жалпы бізге кездеспейтін жағдайды табу үшін, туған күндеріміз кездеспейтін жағдайды табу үшін 365-тен 365 азайтылған бір n-нің дәрежесі, бізде n-нің дәрежесі 23 болады. Ал бізде кездесетін жағдайды табу үшін бір азайтылған 365-тен 365 азайтылған бір n-нің дәрежелі. Жалпы бізде осы кездеспейтін жағдай 253 болғандықтан, біз оны 23 көбейтілген 23 азайтылған 1 бөлінген 2 деп алдық. Сондықтан осы жағдай 50% болып саналады. Біздің мектептің мұғалімдерінің туған күндерінің арасында сәйкестік жоқ. Баштауыш сынып оқушылардың арасында Айнабаев Алтынбек және Қожаберген Ерлік арасындағы туған күндер сәйкес келді. Жалпы мектеп оқушыларының арасында Амангелді Сұлтан мен Амангелді Ерқанат бір күнде туылды. Конор Галлахер, Челси командасының ойыншысы және де Леон Горецко, Бавария ойыншысының туған күндері бір күнде.